жақсы адам или жақсылық. Соны бүгін ойланып қалдым да, что жақсылық жасау это парыз ба, әлде адам өзі шын ниетімен жасау керек па? Просто бір оқиға болып қалды да, что бір адам, мен көзімше бір адамға жақсылық жасап жатыр енді, но об этом енді сол туралы ол кісіге барынша көрсетіп жатыр. Көрдің ба, мен жақсылық жасадым, мен деген саған сен үшін бүйттім сөйттім неттің ба деп енді көрсетіп тұрды. Енді бір қарайсың, енді ол кісі шынымен де көмектесті, шынымен де жақсылық жасады енді ол кісіге. Енді көмек қолды тигізіп жіберді керек кезінде. Бір ойлайсың, не деп, енді жақсылық жасасаң, жай үндемей жасасаң да болатын шығар деп. Содан кейін бір басыма ойлан пайда болды, дилемма дейді ғой. Адам айту керек па жақсылық жасаған туралы, айтпау керек па? Енді айтпасаң ол кісі білмейді. Енді ана жерде пример ретінде шынымен де ол білмегендей меніңше. Может, вообще оны білмей кеткен де шығар. Білмей кету мүмкін еді. Енді өзі айтпаған болса, көрдің ғой, мен саған жақсылық жасадым дегендей. Соны нетесің де, ойланасың да, толғанасың да, что адам қалай істеу керек деп. Бірақ менің ойлану недерім бәрі предупреждение деді ғой, мысленный дилеммалардың бәрі американский фильмнен қалыптасқан сияқты да, что енді бір ситкомдар, сериалдар деді ғой, соларда көбісінде айтылады ғой, что жақсылық жасасаң болды, айтпау керексің, ол шын жүрегіңнен болу керек, ол өзі уақыт өте біледі, нетеді деп. Бірақ енді ойлайсың, ол адамдар қалай біледі ол? Кино болғаннан кейін ол адамның несін, линиясын скрывать етіп ашып береді де уақыт өте келе. Ал енді бізде кинода өмір сүрмейміз ғой, жай өмірде өмір сүретін болғаннан кейін оның өмірін ешкімге айтып бермейді. Ол оқиға неткізіп бермеуі де мүмкін енді. Енді болады енді бір уақыт өте келіп, ол қалай болды, ол қалай істеді десе, ол біледі де. Менше енді біреу бірдеңе істесе нетпей қалуы мүмкін. Мысалы, менде мектепте оқып жүрген кезінде бір олимпиадаға қатыстым да, сол кезінде маған бір әйел адам көмектесті, үлкен кісі келген кісі. Енді бір нәрсем дұрыс болмай тұрды да, ол кісі көмектесті. Бірақ ол туралы мен где-то 2-3 айдан кейін білдім. Может, солай болу керек.